Өзім таныстырып өтейін, менің аты-жөнім Есимов Исламбек, осы жобаның өкілімін. Бүгін біз осы жерде KION Metal компаниясына жаңа экологиялық жобасын талқылау үшін жиналып отырмыз. Жобаның толық атауы Қасымбек ауылындағы түсті металдардың сынықтары мен қалдықтарының мыс, жез, қорғасын және алюминий қорқаларын өндіру цехы. Бүкіл ақпаратты халыққа жеткізу үшін біз алдын ала газеттерге хабарландыру берген болатынбыз. Ереже бойынша жиналысты бастамас бұрын арамыздан төраға мен хатшы сайлап алуымыз қажет. Бұл жиынның төрағасы ретінде өзімді ұсынамын, ал хатшылыққа жоба дайындаған маманды ұсынамын. Қарсылықтар бар ма? Қарсылықтар жоқ болса, жиынымыз ретті өту үшін уақыт тәртібін, яғни регламентті бекітіп алайық. Ең алдымен осы негізгі баяндаманы толық тыңдауға 10 минут бөлеміз. Одан кейін сіздердің сұрақтарыңыз бен талқылау ұсыныстарыңыз кезегіне 15 минут арнаймыз. Жиынды қорытындылап шешім шығаруға 5 минут уақыт арнаймыз. Егер қарсылық болмаса бастайық. Зауыттың есть көзқарасы қатысушылар. Жақсы. Зауыттың орналасқан жері мен ауыл қашықтығы. Ең алдымен зауыттың қай жерде тұрғанын нақты түсіндіріп өтейін. Ғимарат пен жер мәселесі бұл өндірістік цех Қасымбек ауылындағы Қасымбек өндірістік кооперативтің аумағында 4-ші ғимаратында орналасқан. Онда жер ғимараты Соло Инвест компаниясына тиесілі, ал біздің KION Metal компаниясында бұл орынды ресми жалға шарты негізінде пайдаланып отыр. Өндіріс жүретін ғимараттың ауданы 416 шаршы метр. Ал кәсіпорын иелігіндегі жалпы жердің көлемі 7,5 гектарды құрайды. Бұл жердің құжаттағы нысаналы мақсаты өндірістік база орналастыру. Яғни, бұл жер баяғыдан бері ауыл шаруашылығына емес, тек өндіріске арналған аймақ. Айналадағы көршілер. Цехтың шығыс жағынан КВ8 автожолы өтеді, ал қалған 3 тарапынан, яғни солтүстік, батыс және оңтүстік жағынан тек басқа өндірістік нысандар мен қоймалар орналасқан. Тікелей маңайында ешқандай егістік немесе тұрғын үйлер жоқ. Ауылға дейінгі арақашықтық. Тұрғындарды ең көп мазалайтын сұрақ, зауыт ауылға жақын ба? Ең жақын тұрғын үйлер, яғни Қасымбек ауылы біздің зауыттан 2 км 700 метрден астам қашықтықта тұр. Бұл дегеніміз шамамен 3 шақырым жер. Ереже бойынша мұны зауыттар үйлерден ең кемі 300 метр алыс тұруы керек. Ал біз 300-інде бұл талаптан 9 есе алыс қашықтықты құраймыз. Сондықтан ауыл ішінде ешқандай зиянды әсер етпейді, бұған толық кепілдік бар. Екінші мәселе өндірістің қуаты және пештердің жұмысы. Енді зауыттың ішіне не істемейтін және қандай қондырғылар жұмыс істейтін егжей-тегжейлі түсіндірейін. Шикізат көлемі. Шикізат көлемі бойынша цехқа жыл сайын шамамен 41 мың тонна металл сынықтар мен қабылданады деп жоспарланған. Бұл дайын темір-терсек емес, тек қайта өңдеуге келетін түсті металдар. Оның ішінде мыс сынығы 25 мың тонна, алюминий сынығы 7,5 мың тонна, қорғасын 6 мың тоннадан астам және мырыш 2 мың тоннадан астам көлемді құрайды. Металды дайындау. Келген ірі металдарды пешке сиятында етіп кесу үшін арнайы механикалық қайшылар мен кескіштер құралдар пайдаланады. Олардың жұмыс уақыты жылына өте аз, тек 800 сағатты ғана құрайды. Дайын болған металл таспа арқылы бірден балқыту пештеріне бағытталынады. Пештердің түрлері мен отын. Цехтың ішінде 3 үлкен балқыту пеші орнатылады. Алғашқы 2 пеш әмба пештер. Бұл жай ғана пештер емес, бұл мыс, алюминий және мырыш балқытуға арналған пештер. Мұнда ең маңызды экологиялық шешім, оның отын ретінде ең таза отын түрі, яғни табиғи газы пайдаланады. Көмір немесе мазут жағылмайды. Газ оттығының жұмыс уақыты жылына 7824 сағатты құрайды. Пештердің түтіні биіктігі 20 метрлік үлкен мұржа арқылы жоғары шығарылады. Үшінші пеш – домна пеші. Бұл пеш тек қорғасын сынықтар балқытуға қолданылады. Ол қатты кокс отынымен жұмыс істейді. Жұмыс уақытыда жылына 7824 сағат ластаушы заттар биіктігі 15 метрлік мұржа арқылы шығады. Жұмыс режимі. Зауыттың жалпы жұмыс тәртібі тәулігіне 12 сағаттан жылына 326 жұмыс күнін құрайды. Жылдың қалған күндері зауыт тоқтап, ішкі тазалау және техникалық жөндеу жұмыстарын өтеді. Экологиялық қауіпсіздік, ауа, су қалдықтар. Енді ең негізгі бөлім табиғатты қорғау және қауіпсіздік шараларын тоқталайын. Ауа тазалығы, түтінді сүзу. Зауыт аймағында
Түтін шығатын негізгі үш мұржа бар. Ең баста осы үш пештен де аузын шаң мен түтінді 100%-ға жуық ұстап қалатын заманауи рукавты, яғни қап сүзгілер орнатылды. Түтін ауаға таралмас бұрын осы қалың матадан жасалған сүзгілердің өтіп толық тазартылады. Арнайы бағдарламалар арқылы жасалған математикалық есептеулер көрсеткендей, ауа шығатын заттардың мөлшері белгіленген гигиеналық нормалар мүлдем аспайды. Ауылдың ауасы таза болып қалады. Су жоғару, тұйық тұйық. Кәсіпорын суды сырттан тасымайды, немесе өзеннен алмайды, өзінің жеке құдығынан, яғни ұңғымадан алады. Жұмысшылардың ішуіне және жуынуына жұмсалатын судың жылдық көлемі өте аз, бар болған 81 текше метр. Ал ең маңыздысы өндірісте, яғни пештер мен жабдықтар салқындату үшін айналымды су жүйесі енгізілген. Оның ішкі су шығыны жылына шамамен 1300 текше метрді құрайды. Бұл салқындату жүйесі тұйық циклде жұмыс істейді. Бұл дегеніміз өндірістік лас сулар сыртқа жерге немесе маңайдағы өзендерге мүлдем ағызылмайды. Іште ғана айналып тұрады. Ең жақын су нысаны ол Қарғалы өзені зауыттан 690 метр қашықтан ағып жатыр. Біздің нысан өзенінің су қорғау аймағына мүлдем кірмейді және өзенге ешқандай қауіп төндірмейді. Жұмысшылардың тұрмыстық сулары арнайы бетонмен қапталған. Герметикалық септикке жиналып, майшылармен тазарту орындарына тасымалданады. Топыраққа ештеңе сіңбейді. Қалдықтарды басқару. Зауытта барлығы 10 тұрақты жұмысшы қызмет етеді. Олардан жылына 1 тоннаға жетпейтін кәдімгі тұрмыстық қоқыс шығады. Ал металларды балқыту процесі барысында жылына 1640 тонна қош, яғни шлак түзіледі. Тұрғындардың назарына аударғым келеді. Қош бұл далаға тасталатын нәрсе немесе иісі шығатын лас қоқыс емес. Бұл жол салуға және үй құрылысына өте қажетті құрылыс компаниялары сатып алатын өте бағалы шикізат. Қалдықтарды арнайы жабдықталған жабық алаңдарда берік металл контейнерлерде сақталады. Олар зауыт аумағында 6 айдан артық тұрмайды. Осы уақыт ішінде арнайы рұқсаты мен лицензиясы бар мамандырылған кәсіпорындарға келісімшарт негізінде қайта өңделіп өткізіліп тұрады. Қалдықтарды зауыт маңына көму немесе тастау мүлдем болмайды. Енді баяндаманы бітірсек, ұсыныстарымыз сұрақтарымыз болса, біздің маманымыз жауап береді. Не закрывай. Сұрақтарымыз болса, маманымызға қоя беріңіздер. Мен сұрағымда қанша жұмысшы алып дедіңіз ғой? 10 жұмысшы айлықтары неше? Қай жақтың азаматтары жұмыс істейді? Вообще біздің кәсіпорында қазақта жұмыс істейді, Қытайда жұмыс істейді. Ал төлемақы, график жөнінде жақында кезде осы аяғында жақында біздің ашылу салтанаты болды. Сол кезде ескеріледі. Әкімшілік тастап кетеміз, вакансияларды дайындап болады. Басқалардың сұрақтары бар ма? Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, қысыма қойыңыздар. Саламатсыздар ма? Сол сұрақтар бойынша толық жауап алынды және ол жауаптарға біз толықтай келісеміз қанағаттанады. Жоба жетекшілері. Иә, жауап бер. Ол сұраққа 8 сұрақ. Иә, 8 сұраққа жауап алып, сондай жауап алып, жақсы. Басқа кісілерде сұрақ болмаса, онда қорытындылау кезеңіне өте берейін. Қорытынды сөз. Қорыта айтқанда, Кион Никол компаниясы өзінің экологиялық және әлеуметтік жауапкершілігі толық түсінеді. Біздің зауыттың жұмысынан маңайдағы жасыл ағаштар кесілмейді, табиғатқа немесе аң-құстарға ешқандай зиян келмейді.
барлық жұмыс барысы заманауи сүзгілермен жабдықталғандықтан адам денсаулығы үшін толықтай қауіпсіз. Кәсіпорын тұрақты түрде өндірістік экологиялық бақылау жүргізіп, барлық өлшемдерді мемлекеттік органдарға ашық тапсырып отырады. Бүгінгі біздің жиынымыздың нәтижесі бойынша ресми хаттама толтырып, интернет порталдарда халық назарына ашық жарияланады. Біз ауыл тұрғындары үшін жаңа жұмыс орындарын ашуға және өңірдің дамуына үлес қосуға дайынбыз. Назар аударып, уақыт бөліп тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Енді мүдделі мемлекеттік органдардың, экологтардың немесе ауыл тұрғындарының осы жобаға қатысты тағы да сұрақтар болса, қойып өтсеңіздер болады. Сәтепандарыңызда ағаш отырғызу мәселесі бар ма? Ағаш отырғызу мәселесі. Хаттамаға кіргізіп жауап береміз ғой керек. Бізде уже оның алдында 50 кәдімгі қарағаш отырғызылды. Сыртына. Жоқ, біз тағы да отырғыздық. Көресіз қазір. Жақсы онда, сұрақтарыңыз болмашы, қатысқандарыңызға көп рахмет. Проектировщик айтатын сөз бар дейді ғой. Проектировщик. Қосатыны жоқ па? Общественная организация бар ма? Замечание. Жаңа сөйледі ғой. Жоқ, олар все вопросы не отправили? Да, конечно. Тогда заместитель айтты. Сіз бірден айтасыз ба? Айта беріңіз. Өзіне қазір қоғамдық тыңдау біткеннен кейін қоғамдық тыңдаудың қорытындысы бойынша хаттама толтырамыз. Хаттамада осы қоғамдық тыңдауда айтылған барлық ұсыныстар мен жаңағы порталға берілген сұрақ жауаптардың бәрін береміз. Хаттамасы толықтырып екі порталға береміз хаттама. Жарайды, жақсы. Қоғамдық бірлестік гражданский Алматыда сұрақтарыңыз жоқ па, басқа? Жақсы, қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.